Все по красоте не доебаться. Пацы будут этой цели добиваться. Чтоб кататься, надо возить за ним. Как ебаться не стоит. Капот нас көрсетейін. Ты же знаешь мой прайс теперь. Как Пав Дэдди, питаю слабость к леди. Мой саунд статус легенд получил за каждый бенгер. The house singing news, you got to build. Первый. Ты хочешь получить все. Just one night, all we got. 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 Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Байланыста Картас YouTube арнасы, оның тұрақты жүргізушісі мен Ахмадиев Төлеген. Today we talk about the machine who decides the world. Вот это поворот! Сіздер түсінгендеріңіздей, бүгін американдық алып Tesla Motors компаниясының автокөлігі Tesla Model X жайлы сөз қозғамақпыз. Қазақ тілді контентті дамыту мақсатында біздің арнамызға жазылып, лүпіл басып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Кеттік! Мен сен мүмкін крем как люкен. Кумар тетем как Вутен Клен. Мен сен мүмкін крем как люкен. Кумар тетем как Вутен Клен. Электромобильдердің тарихы өзінің бастауын 20 ғасырдың бас кезінде, нақтырақ айтсақ 20 жылдан алады. Бірақ ол кезде бензинді автокөліктерге электромобильдер толыққанды ұтылып жатты. Неге? Ол кездегі батареялар, аккумуляторлардың күші бар болғаны 80 шақырымға жететін болады. Ал бензинді толыққанды V8-ді цилиндрлі автокөліктерін сол кездегі тұтынушылар мынандай кішкентай ғана электромобильдерге ауыстыруға дайын болмады. Дегенмен 20 ғасырдың соңында, 21 ғасырдың басында электромобильдер үлкен төңкеріс жасады. Яғни мына Tesla Model X, оның алдындағы Tesla Model S-тің негізінде жасалған. Ені 2 метр, ұзындығы 5 метрге жуық толыққанды кроссоверге жатады. 4 дөңгелегі бірдей айналатын бұл тұлпардың астында 525 аттың күші бар. Яғни 4 дөңгелек қатар айналған кезде бұның астында литий-ионды толыққанды батареялар жабдықталған. 2015 жылдан бері жарық көріп келе жатқан Tesla Model X 60%-ға жуық Tesla Model S-тен жасалған. Яғни назар салсаңыздар, мына көздері, төменгі тұманға қарсы шамдары, бұрылатында беретін, жарық беретін шамдар біршама өзгеріске ұшыраған. Және Tesla Model X-тің ең деген ерекшелігі бұл Falcon Wing, яғни крылья сокола, қазақ тілінде қаршығаның қанаттары деп аталатын артқы есіктері. Бір ғанибет емес пе, назар салып қараңыздар. Tesla Model X 3 түрлі қуатты электрлі мотормен жабдықталған. Нақты біздегі модель Tesla Model X 90D, яғни D дегеніміз dual мотор, яғни қозғалтқыштардан бұл жерде екеу, алдыңғы және артқы аспаға өзінің қуатын береді. Жалпы бұл тұлпардың астында 525 аттың күші бар. Капоттың астында не дейсіздер ғой? Капоттың астын көрсетейін. Капоттың астында не дейсіздер ғой? Капоттың астында жүк салғыш. Нағыз қазақтарға арналған көлік. Барынша сыйымды, бұл жерде талай дүниені салсаңыз болады. Әрине, артқы жүк салғыш қоймасындағыдай кең емес, дегенмен бұл жерде байқағандарыңыздай біз үйреніп қалған үйреншікті қозғалтқыш бұл жерде мүлдем жоқ. Шаг на фул, трипл, тап, Westbrook Black Mamba на паркете, подбор как Big Ticket. Ты засиделся на бенче, все, о чем мечтаешь, бенчик. Ты ведешь на джабстеп, в игре не вижу соперников, я MVP. Играю грязно как Родман, так на ногах мои Джорданы. Хожу по воздуху свободно, ведь я уверен в свой бэккорд и гордый. По просмотрам в топы закинул трехочковый. Забронировал столик, вам отправил всех на покой, как Мэджик. Разбежался без реджекта, на лету творю данк. Поздаю своим братьям, только все легко, это give and go. В лучшей форме на занятом, еще пидонят, но уже потом. Так кто поедет за
грузом, Тас кредит компаниясы 55 миллион теңгеге дейін қандай да бір несие тарихына қарамастан бар болған жеке куәлік, техпаспорт және автокөлікті алып келсеңіз болғаны 30 минуттың ішінде сізге қаржылай несиелей қаражат ұсынады. 7788 нөмірі бойынша толық мағлұматты біле аласыздар. Тесланың ішкі интерьері толыққанды 18 дюймді бір экранға ғана негізделген. Бұл жерде артық реттеуші ешқандай пернелер жоқ. Барлығы осы экранда, барлығы осы экран арқылы жүзеге асырылады. Енді бұның жалпы қандай минусы бар? Егер де мына экранды сындырып алатын болсаңыз, қызмет көрсету құны өте қымбатқа түседі. Және жақын жерде ауыстыратын, бұл тек қана Европада. Бұл үлкен минустарының бірі. Үйдің кішкентайлары бір аяғы не болмаса қолы тиіп кететін болса, ойда жоқта мынаған бірдеңе тиетін болса, бұл үлкен минус, үлкен проблема. Бұл атап айтар Tesla қолданушыларының айтатын бір өкпе назының бірі. Жалпы барлығы минималды. Негізінде сізге осы экраннан басқа негізі ештеңе қажеті де жоқ. Заман өзі соған қарай ақындап, ағыммен өзі соған қарай келе жатыр. Экран барлығы көрінеді. Алда келе жатқан көліктер, артта келе жатқан көліктер, жанымыздағы тақап қалған ғимараттар, барлығы осы экранда барлығы көрініп тұрады. Назар салсаңыздар, міне тіпті есіктердің өзін осы жерден ашуға болады. Есіктерді осы жерден ашамыз. Автопилот, дисплей, трипс, навигейшн, жарықтарды, тіпті бізге үрлейтін пештің өзін осы жерден реттеуге болады. Яғни толыққанды барлығы осы жерде. Не керек? All inclusive, brother. Бұл жерде планшет кәдімгідей программный обеспечениесін жаңартып отырады. Телефондағы сияқты таңертеңге қолдан оясаңыз, жаңа түрлі қызметтер, тағы да түрлі өзінің баптаулары жаңарып отырады. Яғни бұл кәдімгі толыққанды планшет тектес. Егер де бұл айтып отырмыз сынатын болса, бұны реттеу толыққанды бір машинеге ғана, осы көлікке ғана реттеледі. Яғни осының жүрісіне, пробегіне, өзін қалай ұстайды. Сондықтан бұл кәдімгідей LTE не болмаса Wi-Fi желісіне қосылып, Tesla компаниясының жаңадан енгізіп отырған бағдарламаларын, баптауларын өзіне сақтап отырады. Бұл да бір Tesla'ның ерекшелігінің бірі. Tesla Model X толыққанды кроссовер болғандықтан 5, 6 және 7 адамға дейін орын саны есептелген. Яғни тұтынушының өзінің сұранысына байланысты 7 адамға дейін толыққанды бұл кроссоверға сыяды. Яғни орын барынша кең. Мен де мына жерде барынша еркін отырмын. Панорамалы әйнек. Бұл да бір ең өзінің ерекше тұстарының бірі. Жалпы X моделінде 12-ге жуық камера бар. Яғни автокөлік толыққанды 360 градусқа барлық жанында өтіп жатқан адам, өтіп жатқан автокөлік, жаяу жүргінші барлығын сезіп отырады. Мына жерде орналасқан камера, мына айнаның астындағы камера, мына тұстағы камера, алдағы тұстағы камера барлыққанды толыққанды бізге обзорды сыйлайды. Жалпы көліктік дөңгелектік базасы 3 метр. Бірден айта кетейін, мына дөңгелек пен мына дөңгелектің арасы 3 метрді құрайды. Жалпы ұзындығы 5 метрден астам. Ені 2 метр. Бұндай алып, шынымен қалада бірден адамдардың назарын өзіне баурап алады. Да здесь с утра уже газ пол, летим за ним бешеный тип, за рулем мы тебя настигнем, дела, беги, пока есть силы. Құрметті көрермен, Tesla жайлы шығарылымымыз соңына таяп қалды. Арнамызға жазылып, лүпіл басып, автокөліктер жайлы қазақ тілді контентті барынша дамытып, қазақ тілінің мәртебесін көтерейік. Рахмет, келесі аптада кездескенше.